Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұлар тән құмары. Бұлар болмағанда тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік, не көрсе оған ұмтылып, жалты-жұлтыр болса оған қызығып, аузына салып дәмін көріп, тамағына, бетіне басып көріп, сырына керней болса оған қызығып, даусына ұмтылып. Онан ержетіңкірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене? Деп, ол неге өтеді? Бұл неге өтеді? Деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық бермейді. Бұлардың бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен демеклік.